Бәріңе сәлем. Алдыңғы видеоның комментарийінде Among Us туралы 10 факт шығаршы депсіңдер. Енді бүгінгі видео Among Us жайлы болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Арнаға да тіркел. Видеомызды бастаймыз. Ойын алғаш рет 2018 жылы 15 маусымда шыққан. Ойынды Inner Slot атты студия жасады. Басында бұл ойын онша танымал болмады. 2020 жылы стримерлер мен ютуберлердің арқасында ойын танымал болды. Ойында 4-тен 15-ке дейін ойыншылар қатыса алады. Ойыншылар екіге бөлінеді: экипаж және сатқындар. Among Us ойыны мафия ойынына негізделген. Әр ойыншыда өз түсі мен кейіпкері болады. Сатқындар вентиляция арқылы тығылып жүре алады. Дискордта Among Us ойнауға арналған мыңдаған қауымдастық құрылды. Ойында 4 негізгі карталар бар. Олар The Skeld, Mira HQ, Polus, The Airship және барлық карта кеменің үстінде орналасқан. жылы Among Us The Game Awards шоуында Best Multiplayer және Best Mobile Game номинациясын жеңіп алған. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басуды, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі қай ойын туралы видео шығарайын, комментарийге жазыңдар. Сау болыңдар.